Менде екі бет бар. Бірі сұлу, екіншісі ұсқынсыз. Екеуіңнің қайсысын таңдайсыңдар? Мен мынаны аламын. Оның да қайта туғанын білемін. Лен, сен сарайға кіріп, биік мәртебеге ие болғалы тұрсың. Неге осындай ұсқынсыз бетті таңдадың? Анашым, менің өз есебім бар. Мэй, әпкеңе қарашы, саған қандай жақсылық жасап жатқанын. Саған теңдессіз сұлу жүзді қалдырып отыр. Шын мәнінде, ол бет соншалықты ұсқынсыз емес еді. Тек қарапайым ғана келбет болатын. Біздің хиәулетіміз Тянандағы атақты бай саудагерлердің бірі. Әкем бізді сарай қызметшісі болу үшін қыруар ақша жұмсап, сарайға кіргізбек болды. Осылайша өзіне болашақ жол ашқысы келді. Бірақ сарайға аттанарымыздан бірнеше күн бұрын бұл жаңалықты естіген жауларымыз бізге қастандық жасау үшін адамдарын жіберді. Әпкем екеуміз аман қалдық, бірақ екеуміздің де бетіміз қатты жараланып түріміз бұзылды. Әкем емші шақыру үшін қыруар ақша төледі. Сонда жұмбақ емші екі түрлі бет әкелді. Бірі сұлу адамның терісі, екіншісі тыртықты бет. Алдыңғы өмірімізде әпкем сұлу бетті тартып алып, маған тыртықты бетті қалдырған еді. Сарайға кірер алдында ол менің түрімнің ұсқынсыз екенін келемештеді. Бірақ сарайға кіргеннен кейін ол императорға бір кесе шай ғана ұсынып еді. Оны императорды азғырып жүр деп күдіктенген патшаның әйелі Гуафей бірден жек көріп кетті. Ақыры оны сарайдағы киім-кешекке жауапты арнайы бөлімге лақтырып тастап, сол жерде өлімін күтуге қалдырды. Ал мен сарайда біраз уақыт қарапайым қызметші болып жүрдім. Бір күні кездейсоқ ханзадамен кездесіп қалдым. Мэй. Ол мені алғаш көрген сәтте-ақ орнында тұрып қалды. Кейін тағы кездескенімізде ол тіпті императордан арнайы жарлық сұрап, мені өзіне екінші әйел етіп алғысы келгенін айтты. Ханзада жастайынан әйелінен айырылған еді. Содан бері осы жылдардың ішінде қайта үйленбеген. Оның әйеліне деген адалдығы мен терең сезімі бүкіл елге белгілі болатын. Император оның тағы да қайғыға батқанын қаламай, бұл некеге келісім берді. Осылайша мені ханшайым дәрежесіне сай салтанатпен ханзадаға ұзатып, патша сарайына келін болып түстім. Үйлену тойымыздан кейін әпкеме бару үшін киім ауыстыратын бөлімге бардым. Оны сол жерден құтқарып алғым келді. Ол қолымен бір табақ тәтті тоқаш қойды. Ол өзінің өлім аузында жатқанын айтты. Маған жаңа түскен келінге арналған сыйлық беруге ештеңесі жоқ екенін. Сондықтан осы тәттілерді өз қолымен дайындапты. Өлер алдымда мен әпкемнің әлгі сұрықсыз болып кеткен сұлу жүзін көрдім. Ол бар даусымен күліп тұрды. Бұл менің бір әзірге тәнімді сатып алған уым. Сені өлтіру үшін әдейі дайындадым. Неге мен осындай түрмен өмір сүруім керек? Ал сен неге осындай салтанатты өмір сүріп жүрсің? Сол кезде ғана оның маған деген өкпесі мен жек көрушілігінің қаншалықты терең екенін түсіндім. Ең күтпегені екеуміз де қайта дүниеге келдік. Бірақ бұл жолы ол бірінші болып тыртықты бетті таңдап алды. Әпкем екеуміз сарайға аман есен жеттік. Бірақ бұл жолы жағдай мүлде басқаша болды. Мен сарай қызметшілерінің арасындағы атақты сұлуға айналдым. Ал ол ешкімге қажет емес, ұсқынсыз қыз болды. Бетіндегі тыртықтың кесірінен ол тіпті сарайға қызметші болып қабылдана алмай қала жаздады. Әкем алдыңғы өміріндегідей ақша жұмсап, оның бетіне қалың макияж жақтырды. Сөйтіп қана тыртығын жасырып, сарай қызметшілерінің қатарына кіре алды. Бәріңде терілеріңді жақсылап тартып, беттеріңді дұрыстап жүріңдер. Менің келбетім тым ерекше, әрі көз тартарлық болғандықтан, сол топтағы сарай қызметшілерінің бәрі мені қызғанып, мені өздеріне бәсекелес көре бастады. Мұның бәрі алдыңғы өмірімде әпкемнің басынан өткен жағдайлары еді. Ол кезде ол талай қиындық көрген болатын. Ал мен жасырын түрде оған көмектесіп, көптеген мәселесін шешіп берген едім. Енді сол қиындықтардың бәрі менің басыма түсті. Бірақ әпкем маған көмектесуге титтей де ниет танытпады. Мен сарайда әр қадамымды аңдып басып қиналып жүрдім. Ал әпкем болса керісінше сарайда жағдайын керемет жасап алды. Ол бірнеше тиын күмісін алып, өзін бейшара етіп көрсетіп еді, бірден айналасындағылардың бәрін өзіне жақындатып алды. Шын мәнінде мен сарайға өз қалауыммен келген жоқпын. Отбасым мені мәжбүрледі. Менің жалғыз тілегім сарайда жасым толғанша тыныш жүріп, кейін бостандыққа шығып кету еді. Ал ол болса сарайға өз еркімен келуге дайын болды.
Бірақ мен оның неге ас үйге барғысы келетінін жақсы білетінмін. Өйткені дәл сол жерде ол ханзадамен кездескен. Содан кейін бағы жанып, қарапайым қыздан ханым дәрежесіне көтерілген еді. Осындай қатал әрі терең сарайда аман есен өмір сүргің келсе, ақшаң болуы да, адамдардың қолдауы да қажет. Тіпті айлакер әрі мінезі қиын бірнеше күтуші әйелдің өзін әпкем өзіне бағындырып алды. Олар оған міндетті түрде ас үйге жұмысқа орналасуына көмектескендерін айтып уәде берді. Ал мен болсам, ештеңе істемесем де тек сол сұлу жүзімнің арқасында айналамдағылардың бәріне жек көрінішті болып шықтым. Маған жала жауып күтуші әйелдің жазасына ұшырап, қардың үстіне тізерлеп отыруға мәжбүр болғанымда, әпкем бір топ құрбысын ертіп, дәл жанымнан өтіп кетті. Олар маған қар лақтырып, киімімді жұлқылап, мені қар үстіне құлап жатқанымды көріп, мәз болғысы келді. Сөйтіп мені сол күйімде күтуші әйелдің жазасына тағы да қалдырмақ болды. Сіңілім, мына сұлу беттің дәмін татып көріп жатырсың ба? Мұндай суыққа әлі де шыдай аласың ба? Ол менің ақыры шыдамай кешірім сұрап жалынатыныма сенді, бірақ ол білмеді. Бұл суық мені әлсіретудің орнына бойымның түкпірінде жатқан өшпенділігімді одан сайын күшейте түсетінін. Атың кім? Мей. Сені не үшін арнайы таңдағанымды білесің бе? Білмедім. Басыңды көтер. Шынында сен туралы айтылған мақтаулар бекер емес екен. Оның жүзінде күлкі болғанымен, көзінде жылулықтың ізі де жоқ еді. Алдыңғы өмірімде әпкем императорға шай құйып берген үшін ғана өлім жазасын берген еді. Ал мен сарайға келгеніме небәрі бір күн болғанда Гуйфей маған қарсы әрекет жасамақ болды. Бұл тым ерте емес пе? Мен жаңа ғана Гуйфейдің айтқан сөздерін есіме түсірдім. Сөйтсем біреу мені әдейі құртуға тырысып жатыр екен. Туа біткен сұлу жүзің бар. Еркектерді арбап, билеушіні азғыратын бет екен. Тоқтаңыз ханым, айтатын сөзім бар. Өлім аузында тұрғанда соңғы сөзімді айтып қалуыңа рұқсат етсем де болады. Мен жерге тізерлеп отырып, алдын ала дайындап қойған сөздерімнің бәрін айтып шықтым. Айтқаның рас па? Ханым, сенбесеңіз өзіңіз тексеріп көрсеңіз болады. Сенің өміріңді сақтап қаламын. Содан кейін мен Гуйфейдің жанында бар күшімен қызмет еттім. Қызметім жоғарылады. Ақыры Гуйфейдің ең сенімді адамдарының біріне айналдым. Сарайдағы адамдардың бәрі бұған таң қалды. Олар менің қандай амал қолданғанымды білгісі келді. Патшаның тамағы әлі дайын болмапты ғой, оңбаған. Қап, мынау не сұмдық? Сен өлмегенсің бе? Гуйфей сені шынымен өлтірмеді ме? Мынаны маған Гуйфей кеше ғана сыйлады. Сені құрту үшін қаншама күш жұмсадым. Ақыры сенің атыңды Гуйфейдің құлағына жеткізудің өзін әрең жүзеге асырдым. Әкем екеуміз осы сарайда бір-бірімізге көмектесіп, бірге күш біріктіріп, өз орнымызды табуды тапсырған еді. Ендеше неге маған осылай жамандық жасап жүрсің? Әпке дейсің бе? Сен сияқты төмен таптан шыққан күннің қызы мені өзіңмен әпке деп атауға хақың бар ма? Бірнеше күннен кейін сарайда көктемгі той болады. Әзірше қуана бер. Соңында екеуміздің қайсымыз соңына дейін күле алатынымызды көреміз. Ол ханзаданың сарайындағы шындықты білген кезде, ханзаданың құпиясын өзі анықтаған кезде, әлі де осылай қуанар ма екен? Көктемгі той болатын күні мен императордың асханасының маңында тығылып, жақында басталатын қызықтың қалай өрбейтінін күттім. Көп ұзамай ханзада келді. Сол таныс бейнені көрген сәтте жүрегім еріксіз ауырып кетті. Ханзада, абай болыңыз. Аулақ кет. Әпкем мұндай реакция болады деп күтпеген еді. Ол бір нәрсені білмейтін. Марқұм патшайымнан басқа ханзада әйелдердің өзіне тым жақын келгенін қатты жек көретін. Ханзада, бір затыңыз түсіп қалды.
Мей, сен әлі тірісің бе? Ханзада, сіз мені шатастырып тұрсыз. Мен Мэй емеспін. Ханзада, ақырын, ауыртып жібердіңіз. Мен императордың асханасында қызмет ететін сарай қызметшісімін. Атым Лин. Жоқ, сен қалай сарай қызметшісі болмақсың? Сенмейсің? Ешкім білмейтін бір шындық бар еді. Әлгі адам терісіндегі тыртықты Ханзада өзі салған болатын. Жақында бір қызық жаңалық естідім. Ханзада императордың асханасында қызмет ететін бір сарай қызметшісіне үйленбек екен. Мен сыр бермей оның әңгімесін тыңдап тұрдым. Бәрі де бұрынғы өмірдегі оқиға сияқты, дәл сол қалпында өрбіп жатты. Ол сарай қызметшісі сұлу ма екен? Қалайша Ханзаданың жүрегін жаулап алды? Естуімше ол аса сұлу емес екен. Бетінің ортасында анық көрінетін үлкен тыртығы бар көрінеді. Ханзаданың айтуынша, бұл әйелдің түрі марқұм ханшайымның түріне қатты ұқсайды екен. Демек, ол марқұм ханымның арқасында осындай баққа ие болған екен ғой. Мэй, айтшы, бұл дүниеде бір-біріне айнымайтын екі бет болуы мүмкін бе? Меніңше ондай болмайды. Сыртқы келбеті жағынан бір-біріне ұқсайтын адамдар болуы мүмкін. Бірақ адамның қимылы мен мәнері, өзін ұстауы әрқашан әртүрлі болады. Ханым, сарайыңызда осындай сұлу қыз бар екен ғой. Бірақ мұндай көрікті, әрі көз тартарлық келбеті бар адам, ол да менің бетіме көз тігіп, мені өзіне үлкен қарсылас санай бастады. Мэй қарапайым сарай қызметшісі емес. Мына ішіп жүрген тері мен бет күтіміне арналған дәрілердің бәріне де осы қыз дайындаған. Бұрын өміріме Гофей қауіп төндірген кезде, мен оған бір шындықты айтқан едім. Менің мұндай сұлу болып туылмағанымды, бала кезімнен бастап түрлі дәрілер ішіп, денемді күтіп келгенімді айттым. Гофейдің өзі де сұлу еді, бірақ әйел болған соң оның да сұлулыққа деген құштарлығы бар еді. Сарайда өткізген уақыты көбейген сайын, ол өзінің жасы ұлғайып, сұлулығы солып бара жатқаннан барған сайын қорқа бастады. Сондықтан мен оған түрлі сұлулық дәрілерін, теріні күтетін шөп дәрілерін дайындап бердім. Оларды біраз уақыт ішкеннен кейін, оның терісі шынымен де жұмсарып, ағарып, ерекше нәзік болып кетті. İmparator geldi. Сонымен, ұлы мәртебелі император Ханзаданың өтінішіне келісті ме? Келісті. Үйлену тойы келесі айға белгіленіпті. Оны Ханзаданың жоғарғы дәрежесіне сай салтанатпен ұзатпақ. Біздің сарайымызда тағы да үлкен қызық болатын болды. Әпкемнің сарайдан кетер алдындағы соңғы түні, ол мені арнайы өз бөлмесіне шақырды. Сенің бетінде сұлу бет болғанмен не пайда? Бар күшіңді салып жұрттың көңілін табуға тырысып жүрсең де, бәрібір өмір бойы күң болып қала бересің. Қазір Гофейдің алдында құйрығыңды бұлғандатып қайыр сұраған ит сияқтысың. Ал менің жағдайым мүлде басқа. Ертең патша сарайына келін болып, Ханзаданың әйелі атанамын. Әпке, сен шынымен өмір бойы бетінде мына тыртықпен өмір сүруге дайынсың ба? Әпкем бала кезінен сұлулыққа қатты мән беретін. Негізі өзің табиғи бет жүзі де жаман емес еді, бірақ енді қалған өмірін осы сұрықсыз бетпен өткізуге тура келеді. Мұндай тағдырға ол қалайша разы болсын? Сені мұны қызғаныштан айтып тұрғаныңды жақсы білем. Бұл бет уақытша ғана амал. Қазірше осылай жүремін. Ханым атанған соң бір күні мына адам терісінен жасалған масканы шешіп, Ханзадамен шын бейнеммен ашық сөйлесемін. Әпке, сен онымен шын бейнеңді көрсетіп, ашық қарым-қатынаста болғың келеді екен. Бірақ патша сенің шын бейнеңді қабылдай ма? Өйткені сенің қазіргі шынайы жүзің бұрынғыдай сұлу емес қой. Табиғатыңнан сұлу болып туған әпкем үшін удың бетін күйдіріп жібергендегі азабы және оның шұрық тесік болып қалған сұрықсыз шынайы жүзі жүрегінде ешқашан өшпейтін шара болып қалды. Мэй, сен өзіңді кім деп ойлайсың? Маған осылай сөйлеуге қалай дәтің барады? Мен болашақ ханыммын, ал сен төмен дәрежелі күнсің. Менің бетімді бұзғанымен, сенің де жағдайың менен артық емес. Сонда мына тоқтаусыз сөйлейтін аузыңды бір жола жабамын. Сол сәтте мен әпкемнің
маған қарсы өлтіру ниеті пайда болғанын анық түсіндім. Ол мені енді шынымен өлтіргісі келетін. Бірақ менің де әпкеме деген көзқарасым одан да кем емес еді. Үйленгендеріне 7 күн болғанда әпкем ханзадамен бірге сарайға келді. Ал мен сол кезде Анси сарайында қызметте едім. Оның міндетті түрде мені іздеп келетінін білдім. Сен оңбаған. Не болды, мен істеп қойдым? Гуйфейдің сарайында тұрып маған қол көтермекшісің бе? Бәрің сыртқа шығыңдар. Мей, мен сені шынымен де қарапайым деп ойлаппын. Сен бәрін білдің, солай ма? Нені білуім керек? Сен ханзаданың қандай адам екенін анық білдің. Сонда да мені әдейі отқа итердің. Сен де қайта туғансың, солай ма? Әпке, ақыры түсіндің бе? Қайта туған жалғыз адам сен ғана емес едің. Алдыңғы өмірде мен барлық қиындықтың артта қалғанына, ақыры бақытқа жеткеніме сенген едім. Бірақ кім білген? Үйлену түнінде ханзада бөлмеге қолына қамшысын ұстап кірді. Адамдардың тұншығып, жан азабын тартып, өлім мен өмірдің арасында арпалысқан кездегі қорқынышқа толы жүзін тамашалағанды ұнататын. Бар болғаны 3 күннің ішінде денемді қамшымен сабап, жарақаттап тастады. Өмір сүрейін десе мүмкіндігім жоқ. Өлгім келсе оған да жол бермейді. Енді сен де бұл құпияны ақыры білдің. Сені қарық сатсын. Қалайша батылың жетеді? Ханым, мені құтқарыңыз. Менің сарайымда осындай бассыздық жасауға қалай дәтің барды? Оны ұстап алыңдар. Менің сізге айтарым бар. Бұл сарай қызметшісі сізді үнемі алдап келген. Ол өзін басқа адам ретінде көрсетіп жүр. Ал әлгі сұйықтық жай ғана дәрі емес. Ол адам терісінен жасалған масканы түсіретін арнайы сұйықтық болатын. Әпкем қолындағы сол сұйықтықпен менің бетімді бұзбақ болды. Демек ол бұл шешімді әлдеқашан қабылдап қойған. Бетім бірден өзгере бастады. Адам терісінен жасалған масканың шеттері ажырай бастады. Ханым, бұл менің сізге бұрын айтқан бет өзгерту өнері. Егер қаласаңыз, мен бұл әдісті кез келген адамның бетіне қолдана аламын. Жақсы, өте жақсы. Мей, сенде сондай ерекше қабілет бар екен. Онда бұдан былай сен менің жеке басыма қызмет ететін бас сарай қызметшісі боласың. Алдыңғы өмірімде әпкем де дәл осылай Гуйфейдің алдында тізерлеп, кешірім сұрап шалынған еді. Әпке, сол қорқынышты түстің қайта қайталануы қандай екен? Соңында әпкем бәрібір тірі қалды. Өйткені ханзада өзі араша түсіп, оны аман есен алып кетті. Бірақ патша сарайына қайтып барғаннан кейін ханзаданың ашуына шыдай алам екен, жоқ па? Бұл мүлде басқа мәселе еді. Сен қайтадан бет өзгерту өнерін қолдана аламын дедің ғой. Ендеше, басқа адамның жүзін жасап, оны маған қолдана аласың ба? Ханым, кімнің жүзін қалайсыз? Императордың. Әрине болады. Ханымның қалауын орындау үшін бар күшімді саламын. Өте жақсы. Іс сәтті аяқталса, мол сыйлық беремін. Гуйфейдің төркіні өте ықпалды әрі қуат дәулет болатын. Император елдің тұрақтылығы үшін Гуйфейдің осы жылдар бойы жүкті болуына жол бермеді. Мен оның бұған іштей әлдеқашан наразы екенін және батыл жоспарлары бар екенін білетінмін. Ал мені тірі қалу үшін амалсыздан оның әмірін орындауға мәжбүр болдым. Бірақ бұл менің қалағаным емес еді. Одан кейін біраз уақыт өтті. Сарайда әпкем туралы ешқандай хабар болмады. Сарай қызметшілері оны ханзадамен бақытты өмір сүріп, махаббатқа толы күндерін өткізіп жатқанын айтатын. Бірақ мен шындықты білетінмін. Оны ханзада қамап қойған еді. Ал анау әпкемнің шын мәніндегі тұратын жері. Ханзада оның айқайлаған дауысы тым қатты шығып, өзгелер біліп қоймасын деп қорыққан. Сондықтан ол адамдарды үнемі жер астына жасыратын. Мен емес, Ханзада. Мен сізге оның жүзін бердім ғой. Енді мені жібере салыңызшы. Мен Мей емеспін. Ханзада, мен аяңыз. Мен ол емеспін. Әпкем дәріні пайдаланып,
масканы шешіп тастаған екен. Осылайша бұл жолы аман құтыламын деп ойлаған. Мэй, сен мұнда не істеп жүрсің? Сөйтсем әпкем аңғалдықпен тек басқа бетке ауысса, Ханзаданың қолынан құтылып кетемін деп ойлаған екен. Әпке, сен білесің бе, Ханзада сені алғаш көрген сәтте-ақ неге еш күмәнсіз Мэй деп атады? Неге ол адамды шатастырып алдым ба деп қорықпады? Өйткені мына тыртықты Мэйдің бетіне өз қолымен ойып түсірген. Сенің тағып жүргенің дәл Мэйдің беті. Сен мені алдап тұрсың. Мен сені алдап тұрған жоқпын. Айтқандарымның бәрі шындық. Әпке, сен ешқашан ойлап көрмедің бе? Жын дәрігерінің қолындағы адам терісінен жасалған маскалардың қайдан алынатынын? Онда оны саған мен айтып берейін. Жын дәрігерінің адам терісінен жасалған маскалардың бәрі өлген адамдардың жүзінен сыпырып алынған. Мэй қайтыс болғаннан кейін оның денесі жын дәрігердің қолына түскен. Оның бет терісін сыпырып алып, одан маска жасаған. Ал Ханзада болса осы жылдар бойы оның мәйітін іздеп келген. Ол саған міндетті түрде риза болатын шығар. Өйткені оның қалағанына сен жеткіздің. Ол бәрін басынан бастап білген. Иә, ол басынан бастап-ақ бәрін білді. Сенің Мэй емес екеніңді білген. Сен тек Мэйдің жүзін ұрлаған ұрысың. Сондықтан әпке, шынайы жүзіңді көрсетсең де, ол сені бәрібір босатпайды. Мен ұр емеспін, мен оны ұрлаған жоқпын. Сен маған тиесілі өмірді ұрлағың келеді. Бұл дүниеде адам терісінен жасалған масканы шешуге мүмкіндік беретін небәрі 2 ғана дәрі бар. Әпке, сен менің өмірімді әшкерелеп, шынайы жүзіңді көрсету үшін солардың бір құтысын пайдаланып қойдың. Ал қазір менің қолымда соңғы бір құты ғана қалды. Сен істегелі тұрсың? Сенің ойың не? Саған өзіңнің бұрынғы жүзіңді қайтарамын. Екеуінде алғаш таңдаған сен. Әуелі сұлу бетті таңдадың, кейін ұсқынсыз бетті таңдадың. Әпке, осы сұлу бетті байқап көргің келе ме? Мэй, мен сенің бетіңді қаламаймын. Маған жақындама. Бұрын үнемі бір нәрсені таңдап, мынаны қалаймын, ананы қалаймын деп жүретін сен емес пе едің? Енді неге кенеттен қаламай қалдың? Сенің бетіңе неге ештеңе болған жоқ? Сен уланбадың ба? Өйткені мен әлдеқашан қайта туғанмын. Әпкем қайтадан адам терісінен жасаған беттерді таңдаған күнге қайта келді. Ал мен бетім әлі бұзылмаған күнге қайта туғанмын. Мен бір кездері ойлағанмын, егер бұл жол әпке мені бірден өзіне қалқан етпесе, онда мен де оған оға қарсы дәріні бөліп берер едім. Өкінішке қарай әпкем бұрынғысынша өзгермепті. Негізі мен өтірік айтқан жоқпын. Бет өзгерту өнерін мен ұстазымнан үйренгенмін. Сен осы бетпен жүргенде ұсталып қалсаң, мен сол сәтте өз бетіммен сарайдан шығып, ұстазымды іздеп ел кезіп кетер едім. Сол кезде патша сарайында қандай аласапыран болса да, оның маған еш қатысы болмайды. Ұстазың кім? Жын дәрігері. Әпке, бұл өмірде менің жолымды ашып бергенің үшін саған рахмет. Гуйфей мен Ханзада бір-бірін айыптап, өзара қақтығысты. Екеуі де шегінбеді. Ақыры Гуйфей оның бүлік шығармақ болғанын әшкереледі. Ал ол болса, Гуйфейдің ешкімге белгісіз жиіркенішті әрі оғаш әуестіктерін ашып берді. Екеуінің де жасырын арам ойлары бүкіл елге жария болды. Император қаһарына мініп, Гуйфейдің бүкіл әулетін жазалады. Ал Ханзаданың барлық атақ дәрежесін алып, оны қарапайым халық дәрежесіне түсірді. Ал мен болсам, ұстазыммен бірге ел кезіп, еркін әрі бақытты өмір сүрдім. Адамдарды емдеп, жарақаттарын емдеумен айналыстым.